Жақында ғана елдегі мешіттер 18 маусымнан бастап есігін айқара ашады деген ақпарат әлеуметтік желіде кеңінен тараған еді. Пікір садақасын беріп, Құран шалуды мақсат өткендер мәліметтің анық-қанығын біле алмай дал болды. Осы мәселеге қатысты Иманғали орталық мешітінің бас имамы Алтынбек Ұтысхан пікір білдірді. Оның айтуынша, бас санитар қаулысына сай шаһардағы мешіттерге адамдардың жиналуға тыйым салынған. Сондай-ақ карантин кезінде халық онлайн режимде зекет берудің тәртібін жақсы меңгерген. Тұрғындардың 90%-ы қалаған діни орнына бекітілген мөлшерде қаражатын аударыпты. Тек мүмкіндігіміз жоқ дегендер мешіт қақпасы алдындағы жәшікке барыпты. Еске сала кетейік, қасиетті Рамазан айының аяқталуына 5 күн қалды. Қадір түні 19 маусымнан 20-сына қараған түні деп хабарлайды. Атырау өңірі, Атырау облысы, Атырау облысында бұл індеттің жаңа сейілмей отырғандығы және қазіргі таңда осы індетке шалдыққан адамдардың шығып жатқандығы баршамызға аян. Өйткені бас санитар дәрігердің жеткізуі бойынша соңғы уақыттарда тіптен саны артып кеткендігін айтты. Соған байланысты бұл қаншама адамның амандығы үшін, саулығы үшін, бұл дерттің кеңінен жайылып кетпеу үшін оның алдын алу мақсатында 25 мамырға дейін облысымызда төтенше жағдай жарияланды. Міне осыған байланысты діни рәсімдерде, яғни діни бірлестіктер ғибадат үйлерін ашпау керек, онда құлшылықтар жүргізілмесін деп нақты үндеуінің ішінде, мәлімдемесінің ішінде көрсеткен болатын. Сондықтан біз осыған сүйене отырып, осы тәртіпке бағына келе, яғни біздер қазір уақытша 25-не дейін мешіттеріміздің ашық болмайтындығын жеткізіп отырмыз.